Сәлем достар, сіздермен бүгін Еркеназ және бүгінгі видеода сіздермен Тока Бока сериалын түсіретін боламын. Бүгін мен сіздермен кедей өмірді түсіретін боламын. Мен бастамас бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын, кеттік. Так, осы свалкада адамдар керек емес заттар тастайды екен. Жүріңдер қарайық. Жүре ғой қызым. Жарайды қазір. Мәссаған, аяқта көп заттар тұр ғой, көрдіңдер ма? Вау! Біз бай болып кететін сияқтымыз. Арманда. Тамақ! Қарным қатты ашып кетті. Так, мына мусорға тастайын, керек емес заттарды. Фу, ішіп жаман брендтер. Мынаны тастай салайын. Бір қыз бай. Ол мынандай киімдер тастап келді. Келіңдер. Қане. Мама, күшті ғой мына киімдер. Міне саған ойыншық. Вау! Қазір барлығымыз біз өзіміздің үйімізді құрастырамыз. Мен ана жақта көрдім бір какой-то свалка тұр. Анашым, мына ойыншық маған ба? Я, саған. Қызым, қара. Қандай киімдер бар. Вау! Міне қайсысын аласың? Мынандай аласың ба, әлде мынандай аласың? Мен мынаны алам. Жарайды. Бұны қонаққа барғанда, көшеге шыққанда киеміз. Әйтпесе бізді итак кедей, жаман кедей деп ойлайды. Сол үшін қойық. Мына жақта бөпемізге де заттар бар. Так, мына жақта басқа ештеме жоқ. Жүріңдер. Коробка алайық, соған салып қойық осылай. Бүкіл осындай жататын лежақтарымызды жүріңдер ал. Мәссаған, анашым, аяқ өте керемет. Вау! Жүріңдер ары қарай барайық, күшті екен, иә. Міне осы жақта біз тұрамыз. Вау, қандай уютный. Иә, мен осы жақта жерде ұйықтаймын. Мен что-то жамандай қарным ашып кетті. Тамақ ішкім келіп тұр. Жұмысқа барамын мен. Жарайды, давайте. Жарайды, папасы. Ақша көп тауып келіңіз. Жақсы. Что-то әкелерінің настроениен жоқ. Не істейміз? Білмеймін. Анашым, ана жақта киімдерді алып келейікті. Қызым, жүр. Қазір мен коробкаларды наяққа қойын, әйтпесе мешайт етеді. Қара, қызым, саған скейт деп ұнайды ғой. Вау, мен өте қатты маған ұнайды. Енді сенде скейт бар. Бізде еще мынандай бар. Керек болып қалар, сендер алып қалғанда. Ал мына заттар уже керек емес. Бұл какой-то костюмдер. Қорқынышты. Так, әке қойқойын, ә? Лежақтарымызды қойқойық осылай әдемілеп. Анашым, мен қыз емеспін ғой, неге аяқта қыздың көйлегі тұр ма? Керек емес. Жоқ, кесін. Бізде қазірге ақша жоқ, саған киім алатын. Қыз ба, ұл ма, любойын кесін. Маған бәрібір. Уже күн суытып баратыр. Вообще. Сол үшін. Ал жүр, қызым, барып келейік. Сен отыр осы жерде, ештеме бұзбай. Жақсы. Так, қызым, қайсын аласын, айта ғой. Пижама керек, сосын және мынау күрте, сосын мынау папаға. Давай бүкіл киімдерді алайық, иә? Мынандай қыстық киімдерді бар екен. Барлығын алайық. Мен бай деп санап тұрмын өзімді. Біз бай отбасы сияқтымыз бір. Скоро ақша табып,
күшті экипажныйде тұратын боламыз. Иә. Андай шапкаларды. Анасын тағында мынандай бар екен ғой. Ол керек емес бізге. Ол керек емес бізге. Сосын бізге бөпемізге де не бар екен ғой? Мәсаған. Осыны да алайық. Пижама бар екен. Бұлар уже керек емес, мынау. Жарайды. Так. Бізде еще стиральный машина болса, мені қара жуынғанда киетін керек болатын сияқты. Және маған осындай не керек. Жарайды. Қалғандар осы жақта тұра берсін. Керек кезде ала салайық. Жоқ қоя салайық. Қазір ар жаққа да барамыз. Біріншін ары тастап келік. Сосын мен сабақ оқимын. Қайтақ сабақ? Сен сабақ қармайсың ғой. Жоқ, сурет салам сондай. Шошып кеттім ол сабаққа барасың деп. Так, қояйық заттарында. Мынау ескі құсық киімдерді мусорға тастай салайық. Сен бас киімдерді осы жаққа қоямын, ма? Барлығымыз бас киім істеріміз. Так, қандай киім киесің әдемі? Мен мынаны кием. Жарайды. Мен сен бір күні туған күнінде парикмахерге апарам. Әйтпесе сенің шашың жаман болып кетіпті, жаман. Мен сосын мынаны кием. Жарайды. Өте әдемі. Мен осы көйлекті кием. Менше. А сен осымен жүресің? Жарайды, онда мынаны ки. А сенікі почти новый киімін. Ол біз сияқты тозып кеткен жоқ. Сол үшін соны киесің. Сенде еще костюм бар. Осындай бар еще. Пижама. Иә. Ал енді әкемізді күте тұрайық. Сендер осы жерде қорықпайсыңдар ма өз жалғыз? Жоқ. Мен онда осы жақта отыра тұрыңдар. Ал мен болсам ақша тауып келейін. Қазір жаман киімімді киіп алайын. Сосын сендерге кешке тамаға келемін. Мынау жаман киім, иә? Ну, нормально. Еще сумкесі бар. Ал мен барып келейін енді. Есік жауып кете салам. Өзімнің жұмыс істейтін жеріме барайын. Мені наконец-то ең күшті ресторанға алды. Және де мен ояқта көп ақша табатын боламын. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, неге бұндай киім киесіз? Мен просто маған киім береді деп ойладым осы жақта. Ыдыс-жуатын киім. Жарайды, барыңыз. Сәлематсың ба? Сен ба посуда жуатын? Я, мен қазір саған тола посуда әкеледі, соны жуу керек. Жарайды. Мен еще пол жуам, я. Я бірінші осы киіміңізді киесіз. Жақсы. Тамақты не істеймін? Мусорға тастайсыз. Жарайды. Мынау тамақ өте свежий ғой. Мен жеп алам тез. Қарным қатты ашты. Ал балаларға мен сосын алып бара саламын. Так, енді посудомойкаға салайық. Мынау посудомойка деген түсіндірді жаңа маған не екен. Қызық нәрсе екен. Бірінші рет біліп тұрмын. Вау, қалай күшті істейді. Қолмен жуа берейін. Все. Так, жуып бітті. Қалай тез. Так, енді жуып тастайын аяқты тез. Мынау да тоқтады ғой.
Все, уже постоянно здесь. Эй, уборщица, мына мусорды анау свалкаға тасташы. Жарайды. Так. Все. Мен болдым. Уф, шаршап кеттім. Қолым жуып алайын. Все. Мен болдым. Зарплата неше теңге бір күнде? Сізге 5000 теңге ғана. Негізі бір күнде 10.000. Но сіз бүгін аз жұмыс істедіңіз. Жарайды. Қазір әкелемін. Міне сіздің 5000 теңгеңіз. Рахмет, бірақ нақты 4000 ғой. 1000 теңгені ертең беремін. Жарайды. Сеніп қалған қараш. Уф, мен шаршадым. О, папасы келдің ба? Я, маған айлық ертең түседі. Мен қанша еңбектедім. Маған 1 миллион берейін деп жатыр, бір балалар бізге керек емес деп. Мен таң қалдым. Өте қатты таң қалдым. Шын ба? Я, шын. Я, шын. Папасы. Рахмет сізге. Мәссаған, сіз миллион алдыңыз ба? Я, мен де өзім сенбей тұрмын. Балаларды қуантайық. Балалар, міне мен ақша заработать еттім. Енді ұйықтайық, таңертең продукты алуға барамыз. Анашым, мен қатты қарным ашты. Қызым, қазір мен саған тамақ әкеп беремін. Осы жақта отыра тұрыңдар. Так, енді жүріңдер, ұйықтайық. Бердім тамағынды. Все. Кел, жата ғой. Қызым, кел. Так, мен қалың киініп алайын, тонамын. Папасы біз саған киім алдық, осындай киіп көрініс. Мені. Мен осыны киемін. Жұмысқа кіргізгем деген. Жарайды. Ұйықтайық. Достар, екінші сериясын қаласаңыздар, комментарияға жазып, маған лайк басып тіркеуді ұмытпаңыздар.